Баршаңызға сәлем достар, сіздерді каналымда көргеніме өте қуаныштымын. Бүгінгі видеода сіздермен жұмсақ үлпілдек осындай кішкентай күлшелердің рецептісімен бөліспекпін. Видеоны соңына дейін қарап, осындай дәмді күлшелерді сіздер де қайталап жасап көріңіздер. Күлшеміздің қамырын дайындау үшін ыдысқа жылы сүтімізді және жылы суымызды құямыз. Оған 2 ас қасық қантымызды және 1 шай қасық толы тұзды салып, барлығын жақсылап қасықпен араластырамыз. Дайын болған сұйықтығымызға 1 ас қасық қопсытқышты саламыз. Күлшенің жұмсақ болып шығуы үшін мен қаймақ қосамын. Қаймақтың орнына сары май немесе маргарин салсаңыздар да болады. Майды және маргаринді ерітіп, жылы күйінде саламыз. Ұнды шетінен 2-3 бөлікке бөліп саламыз. Оның барлығын бірден салатын болсаңыздар, қамырымыз тығыз немесе қатты болып қалады. Басында қасықпен қамырымыз қатая бастаған кезде қолмен қамырды илейміз. Барлық қажетті ингредиенттердің мөлшерлерін описанияға қалдырып кететін боламын. Екі-үш ас қасық сұйық майды осылай қамырымыздың бетіне жағып илейміз. Бұлай істеуімнің себебі алдағы уақытта қамырмен жұмыс істеуге ыңғайлы болуы үшін. Сұйық майды қамырымыздың бетіне жағып, ыдысымыздан ауа өтпейтіндей крышкамен ыдысымызды жабамыз. 1,5-2 сағатқа жылы жерге қоямыз. Қамыр өзінің мөлшерінен 2-3 есеге дейін көтерілуі керек. Қамырды ортасына қарай қолымызбен осылай басамыз. Содан соң ыдысымыздың бетін қайта жауып, жылы жерге жарты сағатқа қайта көтерілгенше қоямыз. Көтерілген қамырымызды тегіс жерге алып, күлшелерімізді жасайтын боламыз. Қамырды бірдей бөліктерге бөлеміз. Көз мөлшерімен немесе осындай салмақ өлшегішпен өлшеп, күлшелерді бөліктерге бөлсеңіздер болады. Қамырды қолымызбен дөңгелетіп, кішкентай шариктер жасаймыз. Шариктеріміз дөп-дөңгелек болып шығуы керек. Пешке салуға арналған формамыздың үстіне пергамент қағазын төсеп, үстіне күлшелерімізді орналастырамыз. Бөліктерге бөлінген күлшелердің салмағы шамамен 150-160 грамм болады. Формаға орналастырған күлшелердің бетін ауа өтпейтіндей етіп, пищевой пленкамен бетін жабамыз. Шамамен 20-25 минут көтерілгенше күтеміз. Нанымыздың беті қызарып, әдемі болып пісуі үшін 1 жұмыртқаның сарысына 1 ас қасық сүтті қосып, араластырып жағамыз. Көтеріліп, дайын болған күлшелердің барлығының ортасынан осылай басамыз. Ортасы көтеріліп, пісіп кетпеуі үшін қолымызбен осылай қаттырақ басып, шетіне қарай жүріп өтетін боламыз. Барлық күлшенің ортасын осылай қайталап басып шығамыз. Шалышқымен күлшелердің ортасын осылай басып шығыңыздар. Бұл да күлшелердің ортасының көтеріліп пісіп кетпеуі үшін. Енді жұмыртқамен сүтімізден дайындаған сұйықтығымызды күлшелердің бетіне тигізіп жағып шығамыз. Нанымызды әсемдеу үшін бетіне кунжут себемін. Алдын ала 180 градуста қызып тұрған пешімізде нанымызды 30 минутта пісіріп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай күлшелеріміз қып-қызыл, әдемі болып жылтырап пісті. Жұмсақ әрі өте дәмді осындай нанды сіздер де пісіріп көріңіздер. Видео және рецепт ұнаса, видеоға лайк қойып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.